бір кесесін ішіп өзіне ғашық ететін, сергітетін өте дәмді марокканский шай дайындаймыз. Бұл шайдың дайындалу жолы өте оңай. Ең алдымен зімбіріміздің сыртын ашып, оны турап аламыз. Осылай турап алған соң шәйнегімізге көк шайымызды саламыз және зімбіріміз. Келесі кезекте лаймның бас жағын алып тастаймыз және де оны турайтын боламыз. Оны да шәйнегімізге саламыз. Келесі кезекте лимонымыздың да бас жағын алып тастап, оны да домалақтап тураймыз және шәйнегімізге саламыз. Келесі кезекте апельсинімізді осылай турап шығамыз. Шәйнегімізге оны да саламыз. Жалбызымызды салар кезде қолымызбен осылай мыжып, суын шығарып, содан кейін барып саламыз. Сол кезде біздің шайымыздың дәмі ерекше болады. Дәміне қарап балдан қосамыз. Үстінен қайнап тұрған ыстық кипятогымызды құямыз. Кипятогымызды құйып болған соң қасықпен осылай араластырамыз. Сол кезде барлығы араласып, шайдың дәмі әдемі болып шығатын болады. Біздің ағзамызға пайдасы зор марокканский шайымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.